Сәлем достар, 250-ші декларацияны биыл 2024-те кімдер тапсырады және оны қалай тапсыру керек, соны пошаговый көрсететін болам. Қазір мен салық кабинетіне кіріп отырмын. Қазір осы жерде ЭЦП-мізді таңдаймыз, паролімізді енгіземіз. Жалпы 2024-те 250-ші декларацияны кімдер тапсырады? Кәсіпкерлер тапсырады. ТОС бар, ИПС бар, кәсіпкерлер тапсырады және оның жұбайлары тапсырады. Қараңыздар, егер ер адамда ТО болатын болса, оның әйелі тапсырады. ИП-ның егер әйел адам болса, оның күйеуі тапсырады. Түсінікті деп ойлаймын. Міне осы жерде 2024 таңдап, міне 250-ші декларация дегенді басамыз. Біздің данныйларымыз шығады. Индеріміз, фамилия, отчество деген сияқты. Только бұл жерге сіздер телефон номерлеріңіз бен электронный почталарыңызды енгізесіздер. Егер сіз Қазақстанның азаматы болатын болсаңыз, резидент РК, егер сіз басқа мемлекеттікі болсаңыз, не резидент таңдайсыздар. Мына жерде категория беріп қойған АВ, біз В-ны таңдаймыз. Егер сіз государственный органда қандай да кандидат болсаңыз, аны таңдайсыз. Міне 2023-ке тапсырып жатырық біз 250-ші форманы 2024-те. Мына жерде сіз жұбайыңызға тапсыратын болсаңыздар, галочка қойып, жұбайыңыздың иінін тересіз. Енді біздің ситуациямызда ондай емес, сондықтан біз далені басып кете береміз. Енді 2024-те декларация 250 тапсырып атқасын, бірінші рет первоначальный таңдаймыз. Мына жерде егер сіздің қолыңызда дейікші 5 миллион, 15 миллион ақшаңыз болса, қандай валютада сақтап атсыз, соны тересіз. Мына жерде KZ деп, мысалы теңге болатын болса, KZ деп тересіз. Егер сіз доллармен сақтайтын болсаңыз, міне осылай теріп, жаңағы өзіңіздің қолыңыздағы суммаңызды жазсаңыз болады. Жалпы биыл 2024-те кәсіпкерлер тапсырып отыр ғой декларацияны. Енді бұл жерде қолыңызда қандай сумма бар, соны міндетті түрде жазуларыңыз керек. Как она есть декларацияны сол үшін тапсырып отырық қой. Түсінікті деп ойлаймын. Егер болмаса, мына жерде удалить деген тұр, соны басып удалить етіп салсаңыздар болады. Егер ақшаларыңыз болса, как она есть жазған дұрыс. Далені басамыз. Мына жерде танысып шықсаңыздар болады. Егер сіздерде машина, үй болса Қазақстанда, онда ол автоматически уже базада тұр. Ал егер шет мемлекетте үйіңіз немесе машиналарыңыз болса, онда міндетті түрде көрсетулеріңіз керек. Ал егер болмаса, ешқандай жерге ештеңе көрсетудің қажет жоқ. Ал болса, міндетті түрде көрсетесіздер. Енді біз Ақтөбе қаласы болғасын, біз УГД Ақтөбені теретін боламыз. Ал егер сіз басқа қаланікі болсаңыз, өзіңіздің УГД кодын енгізіп, теріп алсаңыздар болады. Мына жерге галочка қоямыз и ЭЦП-мен қол қойып жіберетін боламыз. Жалпы түсінікті деп ойлаймын. Міне ЭЦП-мізбен қолымызды қойып жібереміз. Уведомление келеді бізге. Тапсырылды, принято деп. Ол қабылданады, разнесена болып шығады. Уже полностью қабылданған уақытта. Достар, мен берген ақпарат сіздерге пайдалы болатын болса, маған лайк басыңыздар, қолдап кетіңіздер. Егер түсінбей жатсаңыздар, астына комментария қалдырыңыздар. Міне біздің уведомлениеміз шықты. 2023-ке тапсырылған, 2024-те тапсырып отырмыз декларацияны. Егер жаңағыдай қабылданбаған білу үшін, міне журнал форумға кіріп найтиді бассаңыздар, міне қазір мен көрсетемін сіздерге. Міне қабылданды деп тұр, 2024 первоначальный 250-ші форма. Түсінікті, да?